Сәлем достар, бұл жаттығуларын орындайтын боламыз. 644 есепте айнымалының орнына 0,98 санын қоямыз. Сонда бізде бірінші жақшаның ішін орындаймыз. Жақшаға дейінгі сандарды жазып қояйық. Сонда бізде 5,38 қосылған 4,38. Бағандап жазып алайық. 8-ге 8 қоссақ 16, бір ойда. 3-ке 3 қоссақ 6, ойдағымен 7, 4-ке 5 қоссақ 9 бүтін болады. Сонда бізде 9,76 саны шығады. Енді қосуларды ретімен орындаймыз. Бірінші қосуды орындасақ, бірден кейін 2 0 береміз. 8, 98 өз түседі, 1, өтір, 20 түседі. Сонда 20 бүтін 198 саны шығады. Осы шыққан санды қосамыз 9,76-ға. Бағандап жазып алайық. Бағанмен жазғанда білесіңдер, өтірді өтірмен келтіруіміз керек. Сегіз түседі, 9 алтын қоссақ 15, 5 түсіп бір ойда. 7-ні 1-ге қоссақ 8, ойдағымен 9 болады. 20-ға 9 қоссақ 29 саны шығады. Сонда есептің жауабы 29,958 саны шығады. Екінші есепте бізде b-ның орнына 16,61 санын қоямыз. Бізде бірінші жақшаның ішін орындаймыз. Екінші қосу, үшінші қосу. Бірінші жақшаның ішін азайтып алайық. 5-тен 0-ді алсақ 5, 2-ге 1 береміз, 12-ден 4 алсақ 8, 7-ден 7-ні алсақ 0, өтір түсіреміз, 39-дан 2-ні алсақ 37 саны шығады. Сонда 37,85 саны шығады. Бізде енді екінші қосу амалы 16,61-ге қосамыз 42,7-ні. Бағандап қосу алайық. 1 түседі, 7-ге 6 қоссақ 13, бір ойда. 2-ге 6 қоссақ 8, ойдағымен 9, 4-ке 1 қоссақ 5. Сонда 59,131 шығады. Бұл санды апарып 37,185-ке қосамыз. Бағандап қосу алайық. Бізде 59,131-ге қосқанда 1 0 береміз. 5-ке 0-ді қоссақ 5 түседі. 8-ге 1-ді қоссақ 9 түседі. 3-ке 0-ді қоссақ 3, 7-ге 9-ды қоссақ 6, бір ойда. 3-ке 5-ді қоссақ 8, ойдағымен 9. Сонда есептің жауабы 96,395 саны шығады. Үшінші есепте сының орнына 0,808 апарып қойдық. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз міндетті түрде. Ол үшін 50,156 жазып қояйық азайтумен. Жақшаның ішін бағандап қосайық. 6 түседі. 8-ге 1-ді қоссақ 9 түседі. Өтірді өтірмен түсіреміз. 4-ке 9 қоссақ 3, 1-ін түсіреміз. 2-ге 1-ді қоссақ 3, ойдағымен 4. Сонда 43,196 саны шығады. Ары қарай қосылған 0,1808-ді жазып қоямыз. Ары қарай бізде енді азайтуды бағандап жазып қояйық. 50,156 азайтылған 43,196. 6-дан 6-ны алсақ 0, 5 алынбайды, 50-ден 1 сұраймыз. 15-тен 9-ды алсақ 6, өтір, 49-дан 3-ді алсақ 6 қалады. Сонда 6,16 деп жазуға болады. Қосылған 0,1808. Тең бағандап қосу алайық.
6,6-ға 6-дан 2 нөл береміз. Сонда 8 түседі, 0 түседі. 6-ға 8 қосса 14 бір ойда. 6-ға 1 қоссақ 7. Сонда бұл есептің жауабы 7,408 саны шығады. Төртінші есепте d-ның орнына 21,21 санын қойдық. Бірінші азайту, екінші қосу, үшінші азайту. Бұл жерде балалар қосуды бірден орындап кетуге болады. Қоссақ 1, 2-ге 9 қоссақ 11 бір ойда. 1-ге 1-ді қоссақ 2, өтір. 21-ге 60-ды қоссақ 81. Сонда 81,211 санын жазып қоямыз. Азайтылған, енді жақшаның ішіндегі азайтуды орындаймыз. 7-ден 1-ді алсақ 6, 68-ден 9-ды алсаңдар 59 саны шығады. Сонда 59,6 тең. Енді үшінші амал бізде 2 шыққан сандарды азайтамыз. 81,211 азайтылған 59,6. Бізде 11 өз түседі. 2 6-дан алынбайды. 1-ін сұраймыз. 12-ден 6-ны алсақ 6, 10-нан 9-ды алсақ 1, 7-ден 5-ді алсақ 2. Сонда төртінші есептің жауабы 21,611 саны шығады. 645-ші есепте жақшаның ішін сол жаққа жазып аламыз. Теңдіктің оң жағында сонда 80 алынған 11,5 қалады. Сексен алынған 11,15-ті бағандап жазып алайық. Сексеннен өтірмен 1 нөл жалғаймыз. 0-ден 5 алынбайды. 80-нен 1-ін сұраймыз. 10-нан 5-ті алсақ 5, 9-дан 1-ді алсақ 8, 7-ден 1-ді алсақ 6 қалады. Сонда 68,15 саны шығады. Ары қарай x тең 68,15 азайтылған 35,6 деп жазып аламыз. Бағандап алып алайық. Бестен 6 алынбайды. 8-ден 1 сұраймыз. 15-ден 6-ны алсақ 9, 7-ден 5-ті алсақ 2, 6-дан 3-ті алсақ 3. Сонда теңдеудің шешімі 32,9 саны шығады. Екінші есепте 62,4 қосылған y-ті сол жаққа қалдырамыз. Оң жағында 91 қосылған 13,4 деп жазып аламыз. Сол жағын өзгеріссіз жазып аламыз. Тең, оң жағын бағандап қосып алайық. 91-ден кейін өтір беріп, 1 0 жалғайтын боламыз. 0-ге 4-ті қоссақ 4, 3-ге 1-ді қоссақ 4, 9-ға 1-ді қоссақ 10. Сонда 104,4 саны шығады. Ары қарай y-ті табу үшін осы шыққан саннан аламыз 62,4-ті. Бағандап жазып алайық. Төрттен 4-ті азайтқанда 0 шығады. Өтір, 4-тен 2-ні алсақ 2, 10-нан 6-ны алсақ 4. Сонда 42 деп жазуға болады. Үшінші есепте x минус 8,15-ті сол жаққа қалдырамыз. Оң жақта 21,177 азайтылған 9,115-ті жазып аламыз. Теңдіктің сол жағын өзгеріссіз жазамыз. Оң жағын бағандап азайтып алайық. Өтірді өтірмен келтіреміз. 7-ден 5-ті алсақ 2 түседі. 7-ден 1-ді алсақ 6. 21-ден 9-ды алатын болсақ 12 саны түседі. Сонда 12,162 саны шығады. Ары қарай x тең 12,162-ге қосамыз 8,5-ті.
Бағандап қосып алайық. Қосқанда 2 түседі. 6-ға 5 қоссақ 11, 1 түсіп 1 ойда. 18-ге 12 қоссақ 20, бойдағы мен 21 шығады. Шешімі 21,12. Төртінші есепте жақшаның ішін сол жаққа қалдырамыз. Оң жаққа 0,175 азайтылған 0,115. Теңдіктің сол жағын өзгеріссіз жазып алайық, ал оң жағын азайтуды бағандап орындайық. 15-тен 1 0 тіркейміз. 5-тен 0 алсақ 5, 7-ден 5 алсақ 2, 1-ден 1 алсақ 0. Сонда азайтудың мәні 0,25 шықты. X-ті табу үшін 0,3'тен азайтамыз 0,25'ті. Бағандап азайтып алайық. Бізде 0,3'тен кейін 1 0 тіркейміз теңестіру үшін. 0-ден 5 алынбайды, 3-тен 1 сұраймыз. 10-нан 5 алсақ 5, 2-ден 2 алсақ 0, 0. Сонда теңдеудің шешімі 0,5'ке тең болады. 5-ші есепте жақшаның сол жаққа қалдырамыз. Оң жақта 8,132 азайтылған 7,116 болады. Сол жақты өзгеріссіз қалдырамыз. Азайтуды бағандап орындап алайық. 16-дан 1 0 береміз. 2-ден 0 алсақ 2, 3-тен 6 алынбайды, 8-ден 1 сұраймыз. 13-тен 6 алсақ 7, 10-нан 1 алсақ 9, 7-ден 7 алсақ 0. Сонда 0,972 саны шықты. X-ті табу үшін 50-ді азайтамыз 0,972'ге. Бағандап азайтып алайық. 50-ден кейін біз үтір беріп 3 0 жалғайтын боламыз. 0-ден 2 алынбайды, 50-ден 1 сұраймыз. 10-нан 2 алсақ 8, 9-дан 7 алсақ 2, 9-дан 9 алсақ 0, 50-дің 1 кет қалды, 49 саны қалады. Сонда теңдеудің түбірі 49,28 саны шығады. 6-ші есепте де жақшаның ішін сол жаққа қалдырамыз. Оң жаққа 100,3 азайтылған 97,164 саны шығады. Азайтуды бағандап орындап алайық. 3-тен кейін 1 0 жалғаймыз, 100'ді үлес қып. 0-ден 4 алынбайды, 100-ден 1 сұраймыз. 10-нан 4 алсақ 6, 12-ден 6 алсақ 6, 99-дан 97 алсақ 2, сонда 2,166 саны шығады. X тең 9,2 азайтылған 2,166. Азайтуды бағандап орындап алайық. 2-ден кейін 1 0 береміз. 0-ден 6 алынбайды, демек 9-дан 1 сұраймыз. 10-нан 6 алсақ 4, 11-ден 6 алсақ 5, 8-ден 2 алсақ 6. Теңдеудің түбірі 6,54'ке тең. Достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Видеоларымды жібермей көріп тұрыңыздар.